Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен осындай өте жұп-жұмсақ, нәзік, вареный сгущенка қосылып дайындалатын булочканың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басамыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Одан соң 2 ас қасық қантымызды саламыз. Оның үстінен дрожжымызды саламыз, ашытқымызды, яғни және венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, 2 қасық қантымызды саламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Ең алдымен біз апара дайындап жатырмыз қазір. Қантымызды салып болғаннан кейін үстінен 8 ас қасық ұнымызды саламыз. Бұл жерде біз апара дайындап жатырмыз. 8 ас қасық ұнымызды салғаннан кейін венчиктің көмегімен ұн түйіршіктері қалмау үшін жақсылап араластырамыз. Және бетін пищевой пленкамен осылай жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде бізде өте тамаша апара дайын болады. Осылай бетін жауамыз. Міне бізде 15 минуттай өтті. Апарамыз өте керемет болып көтерілді. Қарап отқандарыңыздай видеода. Келесі кезекте қамыр илейміз. Оның үстінен шым-шым тұзымызды саламыз. Және жұмыртқаның ақуызы және 2 жұмыртқа, ертілген сары май және ванилинді қосамыз. Қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен барлығын бір келкі қалыпқа келгенше жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың өлшемі видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден, сол өлшеммен, мен бүгін 2 еселенген өлшеммен істеп жатырмын. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып болғаннан кейін қамыр илейміз. Ұнымызды саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Қолымыздың көмегімен осылай жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды осылай бөліп сала отырып, жұмсақ, кішкене қолға жапсатын қамыр илейміз. Булочканың қамыры жалпы илеген кезде өте жұмсақ болса, піскен кезде де булочкамыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Қолға кішкене жапсатын жұмсақ қамыр илейміз. Келесі кезекте қолымызға сұйық майды құйып, қамырымызды тағы бір қайтара илейміз. Бір-екі сағатқа дайын болған қамырымыз ашығанша 1-2 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Міне біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Пищевой пленкамен бетін жауып, осылай ауа өтпейтіндей қылып жауамыз. Жақсылап. Келесі кезекте қамырымыздың ашығанын күтеміз. Қамырның ашуы өте маңызды бұл жерде. Келесі кезекте біз қамырымыз көтерілді. Булочкаларымызды жасайтын боламыз. Дайын болған қамырларымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 75 граммнан
есептедім барлығын. Осылай кесіп таразыға қойып өлшеп 75 граммнан қамырымызды алып отыратын боламыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, дайын болған қамырларымызды әдемі етіп, сәндеп түйетін боламыз. Қазіргі таңда біз осылай барлық қамырларды 75 граммнан бөліп жатырмыз. Бұл менде қазір жасап жатқан рецепте 2 еселенген булочкалардың рецебі. Мен өте көп жасайтын болғандықтан 2 еселеп жасадым. Сіздер граммының жартысын өлшеп жасасаңыздар болады. Қамырларды кесіп шыққаннан кейін осылай дөңгелек етіп дайындаймыз. Кішкентай кезімізде анамыз осылай тәп-тәтті қылып, жұмсақ булочкалар мектептен келген кезде дайындап қоятын еді. Сол осы булочки жасап жатқанда есіме түсіп кетті менің. Өте дәмді болатын еді бұрында. Менің анам осындай күшті булочкалар жасайтын еді. Мектепке алып кетіп, жеп жүретін едік. Осылай келесі кезекте осылай қамырларымыз барлығын кесіп дайындадық. 75 граммнан осындай деп деген фирманың вареный сгущенкасын қолданамын. Дәмі өте керемет. Қамырымыз кішкене жабысқақ болғандықтан онға осылай кішкене батырып аламыз. Және кішкене оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып шығамыз. Өте жұқа болып кетпеуі қажет. 1-2 сантиметр көлемінде қамырымыздың жұқалығы болу қажет. Қатты жұқа болса да болмайды. Осылай дөңгелек етіп жайып аламыз ең алдымен. Негізі булочканы өздеріңіз қалауларынша түйсеңіздер болады. Өте көп тәсілдері бар. Өздеріңіз қалай ыңғайлы солай түйіп пісіріп алсаңыздар болады. 1 чайный ложка көлемінде вареный сгущенка саламын. Осы деп деген фирманың сгущенкасы бізге қатты ұнайды. Дәмі де ерекше, қоюлығы да өте керемет. Осылай сгущенканы салып, қамырымызды бір-біріне жабыстырамыз, ашылып кетпеу үшін. Қатты басу маңызды, себебі вареный сгущенкамыз ағып кетуі мүмкін. Сол үшін жақсылап еш жерін ашық қалдырмай орап шығамыз. Келесі кезекте осылай пышақтың көмегімен кесіп, сгущенка салынған жерін осылай бастап орап, кішкене қайырып қоямыз. Қарап отырсаңыздар, өте керемет булочки болып шықты. Өте әдемі. Булочкаларды тағы да айтамын, өздеріңіздің идеяларыңызбен осылай түйсеңіздер болады. Негізі булочки жасағанда көп қой негізі орау түрлері. Интернетті ашып қарасаңыздар да, или өздеріңіз ойларыңызбен де жасасаңыздар өте көп негізі. Маған осылай түйген ұнайды және өте әдемі көрінеді. Жеген кезде де ыңғайлы. Барлық булочкаларымызды осылай түйіп шығамыз. Вареный сгущенка саламыз. Оны ораймыз. Қатты қылып басамыз. Вареный сгущенка ағып кетпеу үшін.
және пышақтың көмегімен осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Және жаңа варенка салған жерден бастап осылай орап, кішкене осылай қайырамыз. Бізде осындай өте әдемі нәзік булочкалар пайда болады. Булочки негізі тойымды, өте дәмді, шаймен ішкенге де жақсы. Үйде жасап қойсаң, балаларың да тойып жүреді. Нанның орнына негізі қолданса жақсы. Қатты тәтті бере бергенше балаларға осындай булочкалар жасап берсеңіздер, осы рецептпен жасасаңыздар, дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін менің рецептіммен. Міне бізде осындай әдемі булочкалар дайын болды. Менің балаларым булочкиді қатты жақсы көреді. Жиі жасап тұруға тырысамын әрине. Құрнанды жегенше осындай дәмді бәліштер жегенді барлық ана қалайды деп ойлаймын. Бізде булочкаларымыз дайын болды. Қарасаңыздар өте керемет болып шықты. Келесі кезекте бетіне жұмыртқаның сарысын ғана жағамыз. Сары уызын, ақ уызын жаңа қарап отырсаңыздар қамырдың ішіне қостық. Осылай жұмыртқамыздың сары уызын жақсаңыздар, булочканың да түрі әдемі сап-сары болып піседі. Барлық булочкаларымызға осылай жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста пісіреміз. 35-40 минутта булочкаларымыз пісіп шығатын болады. Пешке салмас бұрын 15-20 минутқа қамырымызды кішкене көтерілгенше қалдырамыз. Бөлме температурасында және печкаға саламыз. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты, өте жұмсақ, нәзік. Қарап отырсаңыздар, сап-сары болып, әдемі болып піскен. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қарасаңыздар, видеоның өзінде қандай нәзік, жұмсақ болғаны көрініп тұр. Каналымда пайдалы видеолар өте көп. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.